сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Қазір сіздерді тағы да бір презентация жасайтын жасанды интеллектпен таныстырып өтпекшімін. Ол жасанды интеллект бізде Vox Desk деп аталады. Осылай Google іздеу жолағына жазасыздар, сосын осы жасыл значогы бар сайтқа кіресіздер, екінші тұрған. Сосын сіздерге тіркелуге сұрайды. Мына Try for free дегенді басаңыз, осы жерден өзіңіздің Google аккаунтыңызды таңдап кірсеңіз болады. Осыны басасыздар батырман, одан кейін Google аккаунтыңызды басып кіресіздер. Аккаунтыңызбен кіргеннен кейін сіздерде осындай бет ашылатын болады. Бұл жерде таңдайсыздар. Мысалға мен Education деп таңдаймын. Next батырмасын басамын. Одан кейін сіздерге осындай бет, мен Аза деген басамын, яғни басқа түрлі Submit дегенді басамын. Одан кейін сіздерге осындай бет ашылады. Сіздер мына бөлікке өздеріңізге қажетті мәліметтерді жазасыздар, тақырыптарды. Бұл жерде жасанды интеллект сурет жасап бере алады, Excel'де жұмыстарды, PDF форматта презентация жасап бере алады. Мен мына жерге мысалға Ахмет Байтұрсыновтың өмірбаяны, Алаш зиялысы ретінде рөлі деген сияқты өзіме қажетті суреттерді қандай түрмен, түспен көрсету керек, соның барлығы туралы жаздым. Одан кейін неше бет екендігін жазасыздар, сосын Next батырмасын басасыздар. Enter'ді басамыз. Одан кейін бірнеше минуттың ішінде бізге слайдымызды жасап беретін болады. Осылай жүріп отырады. Каждый бет дайын болған сайын сізде мына жаққа жанына шығып отыратын болады. Міне бірінші беті жасалды слайдтың. Әрі қарай екінші бетін жасап жатыр. Міне бірінші бетінің өзі өте яркий, сондай суретін өзі автоматты түрде қойып сіздерге жасап беретін болады. Әр жақ қарай шығып отырған презентацияларыңыз астында жасалына береді. Бірнеше минуттың ішінде осындай әп-әдемі презентация жасап алуға болады. Міне біздің презентациямыз дайын. Кішкене ұзақ етіп көрсетейін сіздерге. Міне презентациямыз дайын. Толықтай мынау бізде бірінші беті, мынау бізде екінші беті. Міне өте керемет етіп жасап берді. Переходтарымен бірге жасап береді бұл. Енді көрейік презентация. Мына жерде Present дегенді бассаңыз, мына жақ бұрышында Full Screen дегенді бассаңыз, осылай шығарып береді сіздің презентацияңызды. Кішкене айналып тұр қазір. Келесі бет. Еңбек жолы, Алаш зиялысы ретіндегі рөлі, ғылыми еңбектері, кітаптары мен шығармалары, поэзиялық шығармалары, ұлт ұстазының мұрасы. Өте керемет презентациямыз дайын болды. Енді бұл презентацияға егер өзгеріс енгізу керек болса, өзгерісті оңай енгізе аламыз. Мына жерде Edit деген батырма бар. Осыны бассаңыз, өзі көрсетсе шаг-шагымен қай жерде нені өзгертуіңізге болады деген сияқты. Міне осыларды басасыздар. Өзіңізге қажетті емес, немесе түсін өзгерту керек болса, осыларды басып өзгерте бересіз. Немесе суретті өзгерту керек болса, суретті де осылай өзгерте аласыз. Сосын өзіңізге ссылка ретінде бөлісе алсаңыз болады, данныйды мына копиялеңіп деп. Одан кейін немесе экспортта алсаңыз болады PDF форматында.